Ай, Астанаға жетіп қалдық. Астанаға жетіп қалдық. Жетіп қалдық Астанаға. Ей, Джипер, сен өстіп әндетіп жүрсең, біз Астанаға өте кеш барамыз. Ой, не болды? Сен экспо көрмесіне бара жатырсың. Әлі уақыт көп. Ой, досым, сен көрмеге қатысқанда саған ең бірінші жанкүйер кім болады? Әрине, Джипер, яғни мен боламын. Мен сен үшін отқа да, суға да түсемін, досым. Біз жүріп келе жатқалы бірнеше сағат болды. Тездетейік. Бір мазасыз көліксің ғой өзің. Ал жарысайық онда. Сары көлік пен қызыл көлік. Жолдың оң жағына тоқта. Ай, мыналардай. Менің таяғым қайда? О, жоқ. Енді таяқсыз қалай тоқтатам? Дүлдүл, бір тәртіп сақшысы біздің соңымыздан қуып келеді. Қараш. Қане, қазір көрейін. Мынауың өтіп кетті ғой, Джипер. Аға лейтенант сырттан, неге тәртіп бұзасыңдар? Кім, біз бе? Кешіріңіз сырттан. Біз тәртіп бұзған жоқпыз ғой. Сендер тура менің көз алдымда сағатына 200 шақырым жылдамдықпен зу ете қалдыңдар. Біз сондай жылдамдықпен жүрдік бе, Дүлдүл? Солай шығар. Сырттан, біз Астанаға кетіп барамыз. Көрмеге қатысамыз. Я, менің досым Дүлдүл аспанда да ұшалатын, суда да жүз алатын. Біздің елдегі жалғыз көлік. Ғарышкер болсаңдар да маған бәрібір. Тәртіп бұзғандардың бәрін кешіре берсем, мен қалай сырттан болам, а? Ой, енді не істейміз? Мен сендерге бұл жолы айыппұл салмаймын, бірақ бір шартым бар. Біз қашанда сізге көмектесуге әзірміз сырттан. Сендердің өте жылдам жүре алатындарыңның пайдасы тиюі мүмкін. Мені бастықтарым осы жерге әдейі жіберді. Мен осы өлкедегі көліктерге маза бермей жүрген бір ұшақты ұстауым керек. Ұшақты? Иә, қиын тапсырма әрине. Бірақ мен сияқты қиын жағдайларда шыңдалған көлік үшін алынбайтын қамал жоқ. Мен қаласам, ұшақты да ұстап аламын. Қалай ұстап аласыз? Әзірге білмеймін. Менің өте қатты жұмыс істейтін миыма әлі ешқандай идея келген жоқ. Күтеміз. Осы жерде күтеміз. Біз әлгі ұшақты ұстауға сізге көмектесеміз бе? Иә, қатардағы жауынгер көлік. Осылай тұра береміз бе? Иә, төзім тәртіп сақшысының ең басты қаруы жауынгер көлік. Оф, Дүлдүл, мен шыдай алар емеспін. Бұл жерде тепке тұрғым келмейді. Жауынгер көліктер, айқасқа дайындал. Қандай айқас? Менің ұшатын көліктермен ерегескім келмейді. Мен ұша алмаймын ғой. Ол маңызды емес жауынгер көлік. Есімің кім еді? Джипер? Иә, оны ұстап алу маңызды, Джипер. Жоспар былай. Ол жерге тым жақын келгенде, мен оны секіріп барып ұстап аламын. Қалай ұстап аласыз? Әзірге білмеймін. Менің өте көп ойлайтын басыма әлі идея келмей жатыр. Қабат деген ай, енді біраз болғанда ұстап алар едім. Әй, менің бас киім қайда? Джипер, сырттанға көмектесейік. Жоқ, мен бұл ойынға қатыспаймын. Мен ұша алмаймын. Ұша алмаймын. Сонда түсінбейсіңдер ме? Ал ұша алмайтын көліктің ұшақты қуып жеткен қай жерден көріп едің? Бір амалын табамыз. Жарайды, жауынгер көліктер. Жүріңдер, мен сендерді біраз жерге дейін шығарып салайын. Ал ана ұшақ ше? Оны өзім ұстаймын, сендер жолдан қалмаңдар. Бұл Нұра өлкесінің жері кең. Жанармайды толтырып алыңдар. Нұра өлкесі? Иә, жауынгер көліктерім, бұл жер Нұра өлкесі деп аталады. Нұра өзені мен Нұра елді мекені бар. Нұра өзеннен... Нұра өзеніне қарайықшы, Дүлдүл. Иә, 50 мың шақырымға созылып жатқан Нұра аймағы қазба байлықтарға да өте бай. Бұл жердің жазы да өте ыстық, 40 градустан асып түседі. Сондықтан жылдам жүріңдер, әйтпесе ыстықтан бастарың айналады. Сырттан,
Нұра өлкесі жайлы айтып бергеніңізге рахмет. Иә, мен өзімде осы өлкеде туып өскем. Сарыарқа даласының ең құнарлы, ең жақсы жерде осы Нұра өлкесі. Бұл жерде адамдар негізінен мал шаруашылығымен және егін өсірумен айналысады. Ал жауынгер көліктер, мен көп сөйлеп кеттім. Осы жерден қалай жолдарың болсын. Иә, егер жолда анау тәртіпсіз ұшақты көрсеңдер, виртуалды экран арқылы маған хабар беріңдер. Жарайды. Кеттік, джипер. Дүлдүл, ана жерге неге көп көліктер жиналып алған? Білмеймін, джипер. Барып көруіміз керек. Кеттік. Алға, Дүлдүл! Сен бірінші келесің, алға! Менің досым бірінші келеді, көресің. Айтпақшы, бәйгеден бірінші келгендерге қандай сыйлық беріледі? Дүлдүл, сен жеңесің! Иә, біз жеңеміз! Мынандай жарысқа қатыспай қойғанымда жақсы болатын еді. Аузымның бәрі топыраққа толып кетті. Маған жарыстың соңында қалуға болмайды. Мен бірінші келуім керек. Мен сендерден осамын. Дүлдүл, даусың қарылып қалатын болды. Жарайсың, досым, мен сенің бірінші келетіңді білгемін. Иә, бірақ мына көліктер мықты екен. Африка құрлығының құмдарында жарысып үйренген Қазақстанның спортшы көліктері ғой. Иә, ралли Дакардың жұлдыздары десеңші. Джипер, ол көліктер біздің еліміздің мақтаныштары ғой. Олар мықты. Әй, мен даусым қарылып саған жан күйер болып отырсам, сен танымайтын көліктерді жақтап жүрсің. Достар, менің есімім Ұшқын. Сендер кім боласыңдар? Біз жауынгер көліктерміз, тәртіпсіздерді ұстаймыз. Қазір тұра тұр. Сырттан тәртіпсіз ұшақ тура біздің алдымызда тұр. Мен тәртіп бұзған жоқпын ғой. Өтірігіңді сырттан қайтасың. Ұшқын, менің атым Дүлдүл. Ал мынау менің досым Джипер. Біз сенің тәртіп бұзғаныңды өз көзімізбен көрдік қой. О, жоламан, сендердің келгендерің қандай жақсы болды. Мына бір түрлі көлік сендерге тиісіп тұрма не? Жоқ, жоламан, біз онымен сөйлесіп тұрмыз. Иә, бұл тәртіпсіз ұшақ жол ережесін бұзған. Келгенше осы жерде жібермей ұстап тұруымыз керек. Сабыр сақтаңдар, достарым, сабыр сақтаңдар. Ей, момын, аузыңды жапсаңшы. Иә, менің досым әуеде ұшалады. Сендерге ертерек айтуым керек еді. Дүлдүл ұшып жүр ме? Әлде мен түс көріп жатырмын ба? Түс көріп жатсыңдар, екеуің де түс көріп жатсыңдар. Көздеріңді ашып қарасаңдаршы, Дүлдүл ұшқынды ұстауға кетті. Қайда кетті ол? Құдайым-ай, менің ала таяғым қайда? Сырттан қарашы, ұшқынды біздің Дүлдүл қуып жүр. Әне! Кеше дұрыс ұйықтамап едім. Көзіме бірдеңелер көрінетін болып жүр. Ал мыналар кімдер, Джипер? Бұл жоламан, мынау оның бауыры Момын. Олар біздің достарымыз. Мен бұларды да тәртіп бұзды ма деп ойлап қалсам. Шынымен ұшып келдің бе, Дүлдүл? Иә, сырттан, мен ұша алатын көлікпін. Шатын көлік. Заман не боп барады? Дүлдүл экспо көрмесіне арнайы дайындалған нано көлік. Оның табиғатқа ешқандай зияны жоқ. Соңғы буынның көлігі. Менің досым Дүлдүл әлі біздің еліміздің мақтанышына айналады. Аға лейтенант Сырттан,
Мен саған айыппұл саламын. Сен өзі жол ережесін білесің бе? Білемін, бірақ мен ұшақпын ғой. Мен зерттеушімін. Зерттеуші? Мынау ештеңе көрінбейтін жазық даладан нені зерттеп жүрсің? Міне, мынау жол ережесі кітабы. Бұл жерде бәрі жазылған. Сырттан, менің есімім Ұшқын. Менің мамандығым археолог. Мен осы Нұра даласындағы көне жәдігерлерді зерттеймін. Ежелгі қоныстардың орнын қазамын. Демек зерттеуші екенсің ғой. Ал біз сені қуалап ұстай алмай жүрміз. Кешіріңіздер. Егер сіздерге бөгет болсам, кешірім өтінемін. Ештеңе етпейді. Мен бастықтарыма сенің зерттеуші екеніңді айтып барамын. Ал енді айт, зерттеуші. Не таптың Нұраның бойынан? Достарым, Сарыарқа даласының ең тарихи өлкесінің бірі осы Нұра өлкесі. Бұл жерде ежелгі қоныстар өте көп. Мен соларды зерттеп жатырмын. Сонау қола дәуірінен бергі ашылмаған талай тарих жатыр бұл жерде. Солай де. Жарайды. Жолдан қалмаңдар онда. Менің атым Жоламан. Ал мынау менің бауырым Момын. Момын, сені байқамай құлатып кеттім, кешірші. Ештеңе етпейді. Біз Астанаға кетіп барамыз. Есесіне, саяхатымыз қызықты бола түсуде. Иә, дүлдүлді мақтағым келеді. Ол әуеде тіпті ұшақтардан да жақсы ұшады екен. Менің досым сондай. Ал достарым, мен жұмысыма барайын. Астанаға сәлем айта барыңдар. Сау болыңыздар.